Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен Айгерім қарапайым судан жасалатын, сүтті қажет етпейтін құймақтың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт өте жеңіл, міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепті толығымен соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, және оның үстіне 3 ас қасық қантымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен немесе вилканың көмегімен араластырсаңыздар болады. Және де айта кететін, қантымыз толықтай еру қажет. Толықтай біркелкі араластырып болғаннан кейін, бұл массаның үстіне бөлме температурасына тұрған 200 мл суды құямыз. Және де венчиктің көмегімен араластырамыз. Үздіксіз араластырып тұрасыздар. Енді бұл сұйық массаның үстіне 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Және де араластырамыз. Жақсылап араластырыңыздар. Енді алдын ала өлшеп алынған ұнды бөліп сұйық массамызға құямыз. Құйған кезде бірден салып жібермейсіздер, осылай видеода көрсетіліп тұрғандай бөліп саласыздар. Және де ешқандай түйіршік қалмау керек. Біркелкі бірдей массада болу керек. Жақсылап араластырып, сұйық массамыз кішкене қоюланды. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай араластырасыздар. Толықтай біріктіріп болғаннан кейін ыстық қайнап тұрған суымызға соданы салып араластырамыз. Бұл соданы ыстық суға салғаннан кейін соданың дәмі шықпайтын болады. Сондықтан қайнап тұрған ыстық суға салыңыздар. Енді бұл қайнап тұрған араласқан соданы массамызға, қою массамызға бөліп салып араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп жасап шығыңыздар. Толықтай рецептісін мен видеоның астында описанияға жазып қалдырып кетемін. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте керемет және бір жасағынан ақ идеально шығатын болады. Және де менің арнама тіркеліп, лайк және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай сұйық масса болады. Енді алдын ала қыздып қойған табамызға майды жағып, біркелкі жағып шығасыздар. Және де жұқа етіп сұйық массаны құясыздар. Мінекей сұйық массаны құя салғанда бірден көріп тұрғандарыңыздай тесіктер пайда болды. Дәл осы рецептпен өлшеп жасайтын болсаңыздар, сіздердікі де күшті идеально шығады. Бірақ айта кететін жайт, бұл жерде сіздердің табаларыңызға да байланысты, кейбіреуінде жабыс қалуы мүмкін. Сол үшін арнайы блинчик жасайтын табаларда пісірген дұрыс. Осылай барлық блинчиктерді пісіріп аласыздар. Мінекей блинчиктеріміздің бәрі дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте керемет, бәрі жұмсақ шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.